Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздерге осындай кішкентай допты тігуді үйрететін боламын. Кішкентай допты тігу үшін бізге ең алдымен лекалысын дайындап алуымыз керек. Ол үшін бізге торкөз дәптердің парағы керек. Осы торкөз дәптердің парағына 9 сантиметрді белгілеп аламыз. Ұзыннан сызып алайық осылай. Және осы үстіңгі нүктеден төмен қарай 3,5 сантиметрді белгілейміз. Осы 3,5 сантиметрді белгілегеннен екі жанына қарай 4,6 сантиметрді белгілеп аламыз. 4,6 осы жер. Және мына жағынан да 4,6 сантиметрді белгілеп алдық. Енді астыңғы жағынан 2,9 сантиметрді белгілеп сызып аламыз. Енді осы нүктелерді қосып аламыз. Әр қабырғасы 5,8 сантиметр болуы қажет. Дәл 5,8 сантиметр шықты. Енді осыны қиып, міне қиып алдық. Енді осыны қатты картон қағазына қойып, сызып дайындап аламыз. Себебі матаға түсірген кезімізде мына қағаз бізге майысып, сызуға қиындық туғызады. Міне сызып алдық. Енді осыны қиып аламыз. Міне біздің лекалымыз дайын болды. Енді осыны матаға қойып сызып, қазір матамыздан қиып алатын боламыз. Мен допты екі түстен тігетін боламын. Яғни турецкий велюр матасынан ақ және жасыл түстерінен тігетін болам. Міне бізге керекті лекалыларды мен уже сызып алдым. Ақтан 6, жасылдан 6 штук керек болады. Общий болған бізге бір допты тігу үшін 12 штук қажет болады. Сіздер бір түстен немесе бірнеше түстерден тіксеңіздер де болады. Енді қазір осы сызып алған дайын өлшемдерді қиып алатын боламын. Міне мен бізге керекті барлық 12 штукты қиып алдым. 6 ақ және 6 жасыл. Енді біз бір жасылды қалдырып, жан-жағына ақтан қойып, тігуге дайындап аламыз. Міне. Енді осы 5-еуін бір-біріне біріктіріп тігіп алатын боламыз. Ол үшін міне оң беттерін бір-біріне қаратып, жиегінен 5 мл-ден қалдырып, лапканың бойымен тігеміз. Тігерден бұрын және соңында міндетті түрде тігісті бекітіңіздер. Ашып, келесін қойып, тіге береміз. Міне ортаңғы жасылға ақтарды тігіп алдым. Енді ақтарды бір-біріне біріктіретін боламыз. Олардың да соңында 5 мм қалдыруды ұмытпаңыздар.
Міне біз бір жартысын тігіп болдық. Дайын болды. Барлық ұштары дәл келіп тұр. Енді дәл осылай екінші жағында тігеміз. Екінші жартысын. Оған дәл осылай тігіп шығасыздар. Тек ортасына ақ, жанына 5 жасылды қойып тігіп шығатын боласыздар. Дәл осылай. Міне бізде екі бөлшегіміз дайын болды. Енді осы екеуін бір-біріне біріктіреміз. Барлығын осылай қойып тігіп шығатын боламыз. Тек қана ең соңғы бір бөліктің ғана жаны тігілмейді. Ол жерден холофайбер салатын боламыз. Міне біз екі бөлшекті қосып тігіп алдық. Енді ашық қалдырған жерімізден добымызды оң айналдырып алатын боламыз. Міне айналдырып алғаннан кейін ішіне дөңгелек доп болам дегенше холофайбер салып толтыратын боламыз. Холофайберімізді салып алғаннан кейін ашық бөлігін көрінбейтін тігіспен қолмен тігіп аламыз. Міне, осымен біздің балаларға арналған кішкентай добымыз дайын. Назар қойып тыңдағандарыңызға, видеомды толық қарағандарыңызға рахмет.